Сәлем қыздар, бүгін сіздермен пышный болатын пончиктің рецебімен бөлісемін. Ең бірінші бізге жылы сүт керек. Соның үстіне қантымызды саламыз. Және дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып, 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 5 минут уақыт өткен соң үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне ванилин қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Және тұз саламыз. Енді осыны жақсылап венчиктің көмегімен араластырып болған соң үстіне ұнымызды салып қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын қамыр болу керек бізге. Арасында ұн сепсеңіздер болады. Міне біз қамырымызды илеп болдық. Енді осының үстін пищевой пленкамен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоясыздар. Міне біздің қамырымыз 2-3 есеге көтерілді. Ұн себілген столымыздың үстіне барлық қамырымызды қоямыз. Сөйтіп осы қамырды 3,5-4 см қалыңдыққа дейін жаямыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Өйткені пончиктарыңыз жұқа болып көтерілмей қалады. Міне осындай қалыңдықта жайып болған соң стаканчиктің көмегімен домалақ формаларды ойып аламыз. Пончиктің үлкендігін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Кішіректеу қылып жасасаңыз, сүйкімдірек болып, пышный болып әдемі көрінеді. Міне осындай домалақтардың бәрін ойып алған соң, енді ортаңғы домалақ формасын ойып аламыз. Ол үшін мен насатканың домалақ жағын қолдандым. Барлығын осылай формаға келтіріп болғаннан кейін духовканың ішіне жарты сағат 30 немесе 45 минутқа көтерілгенше салып қойсаңыздар болады. Міне біздің пончиктарымыз көтерілді, пышный болды. Енді осыны біз қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Екі жағы да қызарып, түрі әдемі болғанша майда ұстаймыз. Қуырылып болған пончиктерімізді қағаз салфеткаларының үстіне қоямыз. Артық майларын сіңіріп алу үшін. Міне осылай барлық пончиктерді қуырып болғаннан кейін енді үстіне ганашын дайындаймыз. Ол үшін біз водяной баняға шоколадтарымызды ерітеміз. Үнемі араластырып тұру керек. Шоколадымыз еріп болған соң осының үстіне жылы сүтімізді құямыз. Енді екеуі біріккенше жақсылап араластырамыз. Міне біздің бетіндегі ганашымыз дайын болды. Енді осыған пончиктерімізді жеке-жеке батырып аламыз. Ганаштарыңыз қатты сұйық болмау керек. Қатты сұйық болып жатса, онда холодильникке қойып, кішкене суытып алсаңыздар болады. Міне біз барлық пончиктарымызды батырып болдық. Енді осының үстіне өз қалауыңыз бойынша сәндеп әрлесеңіздер болады. Мен кокосовый стружка септім, фисташка үгітілген және майдаланған соленый арахисті септім. Осы процесті балаларға жасатсаңыздар, олар үшін қызықты болады деп ойлаймын.
Міне осылай барлығын сеуіп болған соң, енді бұны шоколадный ганашымыз қатқанша 10-15 минутқа холодильникке қойып алсаңыздар болады. Міне біздің ганаштарымыз толықтай қатты. Сіздерге арасын көрсетейін. Міне іші воздушный болып тұр. Балаларыңызбен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер.